Сәлем достар, бүгін сіздермен үй жағдайында домашний лагман жасайтын боламыз. Ол үшін бізге ет, 300 граммдай пекин капустасы, чеснок, жанду, сәбіз, полгорки перец, сельдерей және соя қажет болады. Бірінші етімізді маринадтаудан бастаймыз. Ол үшін бізге етті жұқалап ұсақтап турап аламыз. Жіңішкелеп жұқалап туралған етімізге тұз, бұрыш, чеснок, 2 ас қасық соя қажет болады. Бәрін жақсылап салып, бір-біріне араластырып, 3 сағат немесе 1 түнге қалдырып қойсаңыздар болады. Маринад жақсы сіңу үшін аздап су қоссаңыздар болады үстіне. Енді қуыратын боламыз. Қызып тұрған табаға майымызды жақсылап құйып, мен көп құймадым, азын-аулақ қана құйдым. Етімізді саламыз. Етімізді жақсылап қуырып, еттің суы шығады, суы тартылып піскенше біз оны буда жақсылап пісіріп алатын боламыз. Содан соң пекин капустасын салдым мен бірінші. Менде пекин капустасын тоңазытқышқа салып қатырлыған. Сондықтан да бұл қаттырақ шығып тұр. Байқасаңыздар видеода көрініп тұр. Қазанымызға енді сельдерейді саламыз, жапырақтарын жұлып тастап, қатты жерін саламыз. Ертерек пісу үшін мен ертерек салдым. Томатты саламыз. Томаттың орнына помидор қолдансаңыздар да болады, 2 штук, немесе 1. Мен сәбізді салдым, бірақ сәбіз салу не обязательно. Талғамыңызға байланысты көкөністерді талғап салсаңыздар болады. Енді мен еттерді жақсылап қуырып, үстіне жандуды салатын болам. Барлығын 5 минуттан араластырып қуырып, тұндырып қуырып жатырмын қалпағын жауып. Неге дегенде менде көкөністердің бәрі мұздатылған, тоңазытқыштан алып шықтым. Сондықтан бәрін бетін жауып, тұндырып қуырып жатырмын. Енді үстіне үлкен етіп туралған пияздарды салып, оны қуырамыз. Енді оның үстінен жартылай полгорки перецті салатын боламыз. Перцтерді қуырып жатып, үстінен азын-аулақ су құйып жібереміз, 1 кеседей. Лагманның суы болып тұру үшін. Біздің сәй дайын болып қалды. Дайын болған кезде бәрін тексеріп көріп, үстінен чеснокты және сельдерейдің жапырақтарын салып жібереміз, ерекше дәмі иісі үшін. Үй жағдайында жасалатын өте қарапайым рецепт. Көкөністерін өздеріңіз талғаммен талғап жасай бересіздер. Оңай әрі тез дайындалады. Ас болсын. Сіздермен бірге болған Мөлдір. Қыздар жасап көріңіздер. Еті жұп-жұмсақ. Дәмі ерекше болып шыққан. Енді әркім үшін әрқалай жасайды, но все равно дәмі жақсы, күшті. Бульоны аздап бар. Домашний лагманға өте керемет рецепт.
тестасын созуге қажет болатын болса, келесі видеоларымды қалдырмай қараңыздар. Бізге ас болсын.